Сәлем достар, Ясин Авыл каналға қош келдіңіздер. Бізде бүгін мектепте бірінші сыныптарға каникул демалыс бір апта. Я достар, қалайсыздар? Бір апта бірінші сыныптарға қыстық демалыс қосымша, Ясин демалыста. Ана жақта Марикош сіздерге сәлем деп жатыр. Сәлем де. Достар, сіздерде біздің оқырмандардың арасынан сіздерде бірінші сынып оқитын балалар бар ма? Комментарияға жазып отырыңыздар. Демалыстарыңыз қалай өтіп жатыр? Ясин, сен демалысың қалай өтуде? Біздің каналға тіркеліп, Ясина влог каналына тіркеліп, лайк, комментария, подписка жасауды ұмытпаймыз. Ясин, давай. Диктант дәптері. Ұстазы бір аптаға тапсырма беріп қойды, Күнінде оқу керек, минутқа оқу, 1 минутқа оқу. Одан кейін күнделікті диктант жазамыз, есеп шығарамыз, сондай тапсырма берген. Сол Ясиннің басталған диктанты осындай. Күнде бір мәтін жазамыз, Міне қараңыздар Ясиннің жазуын. Қалай сіздерге? Нормально ма? Басында нормально тон, қазір маған жазуы ұнамай жатыр. Сіздерге қалай? Маны кім сималады білесіз? Наған кім сурет салып қойған? Мен. Не үшін? Не үшін сурет салғың болмайды ғой, Ясиннің диктант дәптері ғой. Ой, сурет салма, жарай ма? Мен саған өзіне арнап дәптер бердім ғой, соған сал. Апай деген ұстаз тексереді, сосын ұрсады. Жоқ, сенікі емес, ол басқа. Шатасып кеткенсің ғой, жарайды, мен саған басқа дәптер беремін. Ештеңе етпейді, осыған жалғастыра береміз. Әжеге тоже сурет салып қойған екен біздің Марикош деген қызымыз, Марикош нан саған берем дейді ғой, Ясин деген блокнотик дәптер стич. Керек жоқ па? Марикош боянып алыпты, көзін тұшағып алыпты. Көрсетші кәне. Қалай бояндың? Әне ерінде бояп алыпты. Қатырады ондай дейік, что көрсетіп отыр сіздерге. Сосын Ясин басқа немен айналысып жатсын. Суреттер салған екенсін, көрсете ғой. Не қағаздар? Қиып, жыртып, қайдадан? Надан стич салған. Стичін қайда ол? Ол, ма сіздің білмейміз. Давай, не дағы салған? Мира. Вау. Достар, Мира осындай бола ма? Да. Сосын тағы бағана стичтің ойыншығын салдым дедің ба? Міне. Помада. Не бұл сонда ойыншығы ма стичтің? Да, мен білмейді екен. Помада. Помада. Оның ана көктен өзі тұрды. Достар, біздің демалысымыз осылай өтіп жатыр. Арасында күніне бір мезгілі міндетті түрде осылай сабақ қараймыз, Одан кейін ойнаймыз, сурет салады, Ясин сотка қарайды, ойнайды. Қазір мен уже соткасының уақыттарын бұларын шектеп жатырмын, Азайтамыз сотка көруді. Мен ана тілден оқиын. Ана тілден оқиды минутқа. Давай, кәне оқып көрші. Оқып көрсетші, қалай оқисың. Жылдамдығымды көрейік. Давай, аш. Оқымаған жерінде аш. Кәне қазір. Тігінші құс дейтін, давай. Тігінші құс? Давай, оқиға. Құйрығы ұзын кішкентай құсты оя салуы ерекше екі үлкен жапырақты беттестеріп жиегін тегіп шығады. Оның ішіне мамық төсейді. Жапырақты тігу үшін жіпті пайдаланады. Болды, жарайсың. Осылай оқиды біздің Ясин, Марикош мына жақта бұл да көрсетіп үлгеріп жатыр, Не көрсетіп жатсың?
Хамастерлер көрсетіп жатыр. Иә. Осылай әліппеде, әліппе емес ана тілінен оқимыз тоже күнделікті, иә. Так, енді не істейміз? Одан кейін Ясин, басқа немен айналысасың, Ясин? Сурет саласың, сосын ролик айдайды. Қазір қыс далада бізде өте күн суық, жел, аяз болып жатыр, иә? Сол үшін далаға шыға алмай жатырмыз. Мен сүт салам келеді. Саласың қазір. Өйткені бізде зал үлкен сояқта айдап. Иә, қазір тағы да сіздерге көрсетеді Ясин, иә? Нені? Роликті қалай айдап жүр, үйренгенін сіздерге көрсетеміз. Жарайды ма? Уже мамыр. Мамыр? Кім айтты? Иә, мүмкін. Мамыр болуы мүмкін. Оқудың аяқ жағы мамыр айы. Соңғы ай. Иә, мұнда ертегі кітабы бар еще Ясиннің, иә, өткенде әліппемен қоштасуды алған. Оны да Ясин күнделікті оқып жүрміз. Оқытып жүрмін, точнее. Осындай Ясин мына жерге қаламдарын қойып қойған, иә? Сосын ұштағыш, степлердің тұратын қораптар, желімдер тұрады екен. Мына жерде бір тырнағы жүр. Тырнағы уже жабыспай қалған дейді, Ясиннің айтуы бойынша. Мына жерде санамақтары, копилка, сондай заттары. Иә, достар, қараңыздар. Ясиннің Марикошқа жасап берген стичті. Соны сіздерге көрсетем деп осында алып келді мені, иә? Өзінің бөлмесіне. Күшті екен, көрсеткен. Ясин осылай телевизор көреді. Қазақтың блогерлерін қарап жатыр, иә? Мына жақта Марикош бар. Аянаны қарап жатыр, иә? Достар, міне Ясиннің ролигін айдап жатыр. Давай көрсете ғой, айдай ғой. Осылай айдап, бұрылды үйреніп алсың ғой? Ясин? Молодец, давай. Еще раз. Айдамай ақ қой. Ясин бұрылды үйреніп алыпты. Крутой. Молодец. Сен уже жазға үшін айдайын деп тұрсың ғой, берсі? Жазда ұстатпайын деп тұрсың ғанда роликпен. Жүрші мұнаны. Жазда күшті айдайын деп тұрсың. Давай, еще раз. Күшті ма? Ұнады ма саған өзіне? Айдаған күшті ма екен? Құламаған? Осылай зылдап күнде айдайды өзі, иә? Молодец. Ал достар, сіздерге видео ұнаса, лайк, комментарий, барлық нәрсені лайк, комментарийларыңызды қолдап, бізді комментарий жазып, енді 10 подписчиктерді жеткізіп ұстайық. Ендеше қоса болыңыздар. Пока-пока.